Шымкенттік желаяқтар әр таңда сергек әрі ерекше екпінмен қарсы алады. Осылай олар қыркүйекте өтетін дәстүрлі жарысқа дайындығын пысықтауда. Шымкент марафоны биыл 8-ші рет өтпек. 2019 жылдан бері осындай тренировкалар, ашық тренировка болатын еді, но бұған дейін бізде именно специально тренермен ондайны болмаған, ашық тренировкалар болған. Биылдан бастап именно сол тренермен қосылып, более такой профессиональный подходпен дайындалып жатыр. Қатысушылар өте көп. Основной 10 километрге көп адамдар қатысады. Мен өзім де лично, как действующий спортсмен сияқты, биыл 10 шақырымға қатысам деп шештім. Оған дейін 5 километрге көп қатысатын едім. Жаттығуға жиналғандардың арасында кәсіби спортшылар да, әуесқойлар да бар. Әр қайсының өз мақсаты бар. Бірі өзінің жеке рекордын жаңартқысы келсе, екіншісі денсаулығын шыңдап, спорттық атмосфераны сезінуге құмбыл. Осы марафонға 2024 жылдан бері қатысып жатырмын. Алғашқы дистанция менікі 5 километр болды. Қонаевта, Алматы қаласында, осы содан бері қазір 10 километрға жүгіріп жатырмын. Шымкент марафонында. Шымкент қаласының өзінде бір жылдың ішінде 3-4 марафонға уже қатыстым. Мен осыған сол балалық шақтағы тұрақты жүгіргенімді 12 жылдан кейін қолға алып жатырмын. Жарысқа қатысуға ниет білдіргендердің арасында жастар көп. 15 жасар Нұршоқ Жандарбеков марафонға алғаш рет қатысқалы отыр. Мен кішкентай кезімнен спортқа қатысқам өзім. Футболмен 5 жылдай қатысқам. Және осы Инстаграмнан шықты маған. Тегін тренировкалар өтеді деп. Сол Абдулазиз ағайға келіп жазылдым. Ол ағай маған тренировка жасатады. Уже 1,5 айдай болды, 2 айдай. Және мен одан бөлек өзім жүгірем. Дайындыққа келгендердің арасында өз деңгейін нақтылап, қашықтықта дұрыс таңдағандар да аз емес. Мәселен, Владимир Ивашков марафонға алғаш рет қатыспақшы. Дегенмен, орташа жылдамдықта жүгіріп өтпек. Записался на марафон, тут узнал про бесплатно. Мен жаттығуға жазылдым. Марафонға ақысыз дайындық барын естіп, оғанда жазылдым. Қазір бар күшімді салып, жүйелі түрде дайындалып жүрмін. 10 шақырымдық қашықтықты таңдадым. Өйткені өз мүмкіндігімді жақсы білемін. 5 шақырымды жылдам жүгіріп өте аламын, ал 42 шақырымды әзірге толық жүгіріп шыға алмаймын. 10 шақырым мен үшін ең қолайлы қашықтық. Оны орташа қарқынмен жүгіріп өтуге болады. Бұқаралық спортта таңдаған шымкенттіктер тек физикалық тұрғыда емес, ерік-жігерін шыңдау керектігін де жақсы біледі. Өздері айтпақшы, негізгі талап осы. Ең басты ниеті, көңіл-күйі жақсы. Алдағы марафон қала тұрғындары үшін нағыз спорттық мереке болмақ. Заид Айдосұлы, Илдар Жүнісбеков, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтары бөлімі.